Мен Дидар Дәулетұлы. Және тақырып Making question with verb to be. To be етістігі арқылы сұрақ жасау үлгісі. Алдыменен сұрақ жасау формуласымен танысып алайық. Басында WH туралы сөздер, be ол to be етістігі, ал S ол subject, яғни бастауыш, ал O ол object, яғни тоқтауыш. Біз ендігі кезекте осы формуланы пайдаланып жасалған мысалдарға назар аударайық. Мысалға, are they British? Олар британдық па? Мұндағы are ол to be көмекші етістігі, ал they ол бастауыш, ал British ол толықтауыш. Келесі мысалы, is this your coat? Мынау сенің курткаң ба? Мұндағы is ол to be көмекші етістігі, ал this ол бастауыш, ал your coat ол толықтауыш. Келесі мысалы, how old are you? Сен неше жастасың? Мұндағы how ол WH туралы сөздері, ал old ол толықтауыш, ал are ол to be көмекші етістігі, ал you сөзі ол бастауыш. Тағы мысал, where are you from? Сен қайдан боласың? Мұндағы where ол WH туралы сөздері, ал are ол to be көмекші етістігі, ал you сөзі ол бастауыш, ал from ол толықтауыш. Келесі мысал, what time is it? Саған неше болды? Мұндағы what ол WH туралы сөздері, ал time ол толықтауыш, ал is сөзі ол to be көмекші етістігі, ал it ол бастауыш. Тағы мысал келтірсек, why are you late? Не үшін кешіктің? Мұндағы why ол WH туралы сөздері, ал are сөзі ол to be көмекші етістігі, ал you ол бастауыш, ал late ол толықтауыш. Making question with other auxiliary verbs. Басқа көмекші етістіктер арқылы сұрақ жасау үлгісі. Алдыменен сұрақ жасау формуласымен танысып алайық. Басында WH туралы сөздері, ал AV ол auxiliary verb, көмекші етістік, ал S ол subject, яғни бастауыш, ал verb 1 ол infinitive, яғни етістіктің алғашқы формасы. Біз ендігі кезекте осы формуланы пайдаланып, жасалған мысалдарға назар аударайық. Мысалға, do you speak English? Сен ағылшынша сөйлейсің бе? Мұндағы do ол көмекші етістік, ал you ол бастауыш, ал speak сөзі ол етістіктің алғашқы формасы. Келесі мысал, where do you live? Сен қайда тұрасың? Мұндағы where ол WH туралы сөздері, ал do ол көмекші етістік, ал you сөзі ол бастауыш, ал live ол етістіктің алғашқы формасы. Келесі мысал, what does your brother do? Сенің ағаң немен айналысады? Мұндағы what ол WH туралы сөздері, ал does ол көмекші етістік, ал your brother сөзі ол бастауыш, ал do сөзі ол етістіктің алғашқы формасы. Тағы мысал, what music do you like? Саған қандай ән ұнайды? Мұндағы what ол WH туралы сөздері, ал do сөзі ол көмекші етістік, ал you ол бастауыш, ал like ол етістіктің алғашқы формасы. Тағы мысал келтірсек, when does Тоқаев go to the gym? Қашан Тоқаев спорт залға барады? Мұндағы when ол WH туралы сөздері, ал does ол көмекші етістік, ал Тоқаев сөзі ол бастауыш, ал go ол етістіктің алғашқы формасы. Тағы келесі мысал, how do you spell it? Сен мұны қалай дыбыстайсың? Мұндағы how ол WH туралы сөздері, ал do сөзі ол көмекші етістік,
Ал you ол бастауыш, ал still ол етістіктің алғашқы формасы.